Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize, benimle gel. Сәлем достар, бүгін біз өте маңызды тақырып өтеміз. Күнделікті тіршілік, яғни күнде істейтін қарапайым әдеттерді түрікше айтуды үйренеміз. Осы сабақтан кейін сіз мен жеймін, мен ішемін, мен барамын деп еркін айта аласыз. Бұл сөйлеудің негізі, сондықтан бүгін етістіктерді жақсылап түсініп алатын боламыз. Грамматика ауыспалы осы шақ. Бүгін біз ар, ыр, ур, жұрнағын қолданамыз. Бұл болма үнемі істейтін әрекет, әдет, жалпы іс әрекетте қолданылады. Жеймін деп түрікше айтатын боламыз. Бен иерім. Негізі естік, емек, жеу. Емек бұлда ауыспалы ошақта иерім болады. Мысалы, бен сабақ еркен иерім. Бен сабақ еркен иерім. Бен таңертең ерте жүремін. Дәл осындай, бірақ ішемін деп. Бен ішерім. Негізі естік ішмек. Ішмек жаңағы ауыспалы жақта ішерім болады. Мен хаппе ішерім. Бен хақпе ішерім. Мен көпе ішемін. Және барамын деп айту. Бен гидерім. Мен барамын. Етістігі кетмек. Кетмек ауыспалы жақта гидерім болады. Бен окула гидерім. Мен мектепке барамын. Бен көрірім. Қазақша мен көремін. Етістік көрмек, көру. Көрмек, көрірім. Мен фильм көрірім. Мен кино көремін. Қысқаша схема. Емек, ерім, ішмек, ішерім, кетмек, кетерім. Үй тапсырмасы сіздерге 2 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма осы берілген 4 етіспен 8 сөйлем жазасыздар. Ал екінші тапсырма мен күнде деп бастап 5 сөйлем құрастырасыздар. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сіздермен болған Жансая.